Міне, Ерболдың оқырмандары, біз Рабиға ханыммен автобустық жолақпен келе жатырық. Рабиға ханымнан сұрайық, не үшін автобустық жолақпен келе жатырсыз? Автобус жоқ өйткені қазір. Автобус жоқ, дұрыс емес. Ербол инструктор айтты, жүр деп, сол үшін жүріп кетіп баратын деп айтқан ана қыз, бір рет бір оқушым. Бұл автобустық жолақ Абылай хан көшесінде орналасқан, және де бұл уақытпен жұмыс жасайды. Қазір жақындағанда мен сізге көрсетемін, ана жерде таңғы сағат 6:30 мынау жазылып тұр, кешкі сағат 8-ге дейін деп жазып қойған, бірақ қазір сағат міне кешкі 5 болып қалды. Значит, бұл жолақпен әлі де жүруге болмайды. Бірақ сол санның үстінде балған сурет салынып тұр. Көрдіңіз ба? Ол деген сөз не мағына береді екен? Жұмыс күндері, рабочий дни. Бүгін бізде жексенбі, воскресенье, дұрыс па? Яғни жүруге болады екен. Мінекей, қазір жақыннан көрсетіп болам, көрдіңіз ба? Міне, 6:30, 8 және балған сурет салынып тұр. Түсінікті да? Білмегендер біліп жүріңіздер. Абылай хан көшесінде.